Қазір iPhone 6-ны алуға бола ма? Егер қысқаша айтса, болмайды. Алмаңыз, ақшаңыз босқа кетеді. Ал неге десеңіз, осы видеода бұл жайлы айтатын боламын. Кезінде бұл iPhone шыққан кезде әлемдегі ең жақсы смартфонның бірі болған. Бірақ бұл жерде маңызды сөз кезінде, яғни қазіргі кезде бұл жақсы смартфон емес. Біріншіден камерасы жайлы айтайық. Бұл жерде бір ғана камера және 8 ғана мегапиксель. 8 ғана. Қазір кез келген арзан жаңа смартфонда 8 емес 13 мегапиксель немесе одан да көп болады. Және бұның сапасы қазіргі кезде онша жақсы емес. Ал енді бұл жерде тағыдай алдыңғы камерасы бар. Алдыңғы камерасы қазіргі кезде онша жақсы емес. Одан да жақсы түсіретін көптеген смартфондар бар. Батареясы жайлы айтатын болсақ, батареясы 1800 мАч деген сыйымдылығы. Қазір кез келген жаңа арзан смартфонда 4000, 5000, тіпті 6000 болады. Бұл батарея қазір кезде өте аз, тез бітетін батарея. Және осы батарея қазір жақсы күйде сақталмаған. Көптеген батареялар ауыстырылған кезде жақсы батареяға ауыстырылмаған, сапасы төмен. Сондықтан қазір кезде iPhone 6-ның үлкен кемшілігі ол батареясы. Және бұл iPhone-ның айтарлықтай бір үлкен бір кемшілігі бар. Бұл обновление болмау. Қарасаңыз, міне 12-ші iOS. Қазір тіпті 16-ші iOS шықты. Осылай обновление болмауы жұмысқа қалай әсер етеді? Не біз мысалы кірейік, бір программа жазып көрейік. Қарап, не қазір Excel-дегі мысалы. Енді осыны жазып көрейік, мысалы. Не осылай программаны жазайын деген кезде осындай жазу шығады. Әрине бұл барлық программамен осылай емес, бірақ көбінде осылай шығады. Бұл деген сөз, осы программаны осы iPhone-ға жаза алмайсыз. Әрине компьютер арқылы жазса болады, бірақ осылай телефон арқылы жазуға болмайды. Егер сіз осы iPhone-ды алғыңыз келсе, iPhone 6-ны яғни, сіз оны тек қана қолдан ғана ала аласыз. Не, мысалы біз қарасақ, бағалар қандай мысалы? Бағалар не 30 мың, не кейбіреулер 40 мың деп қойды, мен мысалы 30 мың, 40 мың. Примерно осындай бағада, иә? Ал егер біз не iPhone 7 десек, мысалы iPhone 7 десек, не кішкене түсіп, кішкене бағаларын қарасақ, 50 мыңға бар, 48 мыңға бар, 50 мыңға бар, не 60 мың, не 45 мың дейді. Бағасы не примерно бағалары бірдей. Онда неге iPhone 6-ны алғанша iPhone 7-ні неге алмасқа? Немесе жаңа Android смартфон алса болады. Оның камерасы да жақсырақ болады. Оның осы приложениялар жазумен ауруы болмайды ешқандай. Барлық жағынан ол жақсы болады. Және әрине ол жаңа болады. Міне iPhone 6-ны неге алуға болмайтынын білдік. Егер сіз 50 мыңға қандай смартфон алуға болатынын білгіңіз келсе, осы видеоны көрсеңіз болады.